Мемлекет блогерлердің артына мықтап түсті. Осыдан бір ай бұрын қаржы министрі Такеев бизнес жасайтын блогерлерді абай болуға шақырған еді. Поэтому призываю всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса. Министрдің осы бір жұмбақ күлкісінің мәнін енді ғана түсініп отырмыз. Мемлекет осыған дейін 854 блогерге ескерту жіберген. Соның 650-і 18 миллиард теңгенің декларациясын өткізіпті. Ескертуді елемеген 37 блогердің үстінен әкімшілік іс қозғалған. Егер салық төлемеген блогер ескертуді бірінші рет елемесе, оған 1,1 миллион теңге, ал екінші рет елемесе 2,7 миллион теңге айыппұл салынады. Жай құтылып кетсе түк емес. Жақында Астанада белгілі блогерлер саналатын Жанабыловтардың әкімшілік ісі аяқ астынан қылмыстық іске өзгергелі жатыр. Ал депутат Елнұр Бейсенбаев, белгілі блогер Дархан Жолжбеков заңсыз 30 ойындарын ұйымдастырып 1,5 миллиард теңге тапқан айтады. Депутат сонымен қатар Әлия Байтуғаева, Нұрбек Нұртаза, Амина Нұртаза сынды блогерлерді тексеруді премьер-министрдің өзінен талап етіп отыр. Депутаттық сауалдағы шарттар орындалса, онда Қазақстандағы табысын азайтып көрсететін әншілер де, блогерлерге де жауапкершілік күшейтіледі. Қылмыстық жауапкершілік. Блогерлердің бәрі бір желіге біріктіріліп, олар қалай азаматтарды алдағаны, қалай ақша тапқаны жіті тексеріледі. Достар, осы видеоны көбірек таратып, Тізгін порталының телеграм арнасына жазылып қойыңыздар.